Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәрумендердің пайдасы, екінші сабақ. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, одағайдың түрлерін қолдану. Адам сүт тағамдарын көп қолданады. Адамзат баласы өзінің қайталанбас көп әдетінің ішінен дәл осы әдетін сақтағаны дұрыс. Ғалымдардың көз жеткізгені, күніне жарты литр немесе одан да көп сүт ішкен адам қант диабеті, қан қысымының көтерілуі, қандағы холестерин деңгейінің аз болуы және диабет пен жүрек ауруларына жиі соқтыратын семіздік сияқты ауруларға 62%-ға кем шалдығады. Йогурт, ірімшік сынды өзге азық-түлікке қарағанда сүттің аз да болса артықшылығы бар көрінеді. Бірақ өткен 25 жылдың ішінде Ұлыбритания халқының сүтті пайдалануы айтарлықтай төмендеген. Өткен ширек ғасырда сүттің қадірі түсті. Сүт өндірушілер сүттің әсіресе балаларға пайдалы екенін үнемі насихаттап келді. Сүттің құрамында D витаминмен бірге сүйекті қатайтатын кальций көп. Бірақ сүттің құрамында май да көп қосылады. Майы көп сүт жүрек ауруына соқтырады. Ал соңғы ізденіс сүттің пайдасын асыра бағалаған бірінші зерттеу емес. 2005 жылы Иранда жарық көрген зерттеу майлы сүтті көп ішу мен метаболизмдік дертке шалдығудың өзара байланысын тапса, Францияда өткізілген сынақта дәл сондай тұжырымға келді. Алайда француздардың зерттеуі әйелдерге қарағанда ерлер үшін сүттің әлдеқайда пайдалы екенін тапты. Ал балалар, мәтінге тақырып қойып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Сүттің пайдасы. Балалар, мәтін бойынша жоспар құрамыз. Дескрипторы, кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды бөлімге тақырып ұсынасыздар. Жарайсыңдар балалар. Жоспар, кіріспе, сүттің пайдасы, негізгі бөлім, сүттің құрамы, қорытынды, зерттеу қорытындысы. 8-ші тапсырма. Көңіл күй одағайларын пайдаланып, сүт өнімдері туралы 5 сөйлем құраңыздар. Ал балалар, құраған сөйлемдерімізді оқиық. Мәссаған, майы көп сүт жүрек ауруына соқтырады екен. Қап, сүттің мұндай пайдалы екенін білгенімде күнде сүт ішер едім. Пай-пай, мына қымыздың иісін-ай. Шіркін, менің апамның ірімшігінің дәмі тіл үйретін. Пах, қымыз деп осын айт. Балалар, 9-ші тапсырманы орындаймыз. Ғаламтордан дәруменнің шығу тарихы туралы ақпарат жинаңыз. Жинаған ақпарат бойынша сұрақ дайындаңыз. Осы ақпаратты пайдаланып, ой бөлісіңіздер. Ой бөліске қойылатын талаптар: тақырыптан ауытқымау, сөз әдебін сақтау, тіл сауаттылығы, мақал-мәтел, тұрақты тіркестерді, одағайларды қолдану, ойын жүйелі жеткізу. Балалар, 10-шы тапсырма. Қазақ халқының сүттен жасалған өнімдері туралы фотоколлаж дайындаймыз. Оны сыныпта қорғаймыз. Балалар, тапсырма орындағанда берілген дескрипторға мән беруіңізді өтінемін. Бұл тапсырманы орындау үшін 7 минут уақыт беріледі. Алдарыңыздағы суреттерге қарап, фотоколлаж жасаймыз және берілген сүт өнімдерінің пайдасы туралы тақырыпты қорғаймыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталып қалды. Үйге берілген тапсырма 7-ші тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша шағын эссе жазасыздар. Және эссенің талаптарын ескеріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.